ет, жұмыртқа, сүт, айран, май, басқа да товарларға азық-түлік қарқынды өсті бағасы. Тексеру кезінде не істейді? Тексеру кезінде тексерушілер базарға барады, сауда орталықтарына барады. Барғанда бағаны өзгертіп жібереді. Ал тексерушілер кеткеннен кейін бағаны, өзінің бағасын қайта қояды. Сондықтан да осындай көзбояушылықтан біз арылуымыз керек. Екінші, әкімдіктер жұмыс істемейтін меморандумдар бойынша бағаларды декларативті түрде реттеуден бас тартатын кез келді. Оның орнына халықтың әлеуметтік осал топтары үшін атаулы әлеуметтік көмекті енгізу қажет. Одан басқа бағаның өсуіне жол бермеу үшін уәкілетті мемлекеттік орган әлеуметтік маңызы бар азық-түлік түрлерінің сауда үстемесіне мемлекеттік бақылауды орнату керек. Бұл үстеме заңда көрсетілгендей 15%-дан аспау керек. Екіншіден, тауарды өткізу ортасын құру, бағаның тұрақтылығы мен өнімдердің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы тауар